Сол ведатану кітабын не осы бізде Алматы қаласында қазір кітапханада бар ма жоқ жалпы? Кітапханада болуға тиіс, кітапханалар қабылдаса, өйткені Бхагавад-гита қағаз-қалпында деген 1000 беттік кітап қазақ тіліне шықты. 3 жылдай болып қалды шыққанына. Білмеймін, осы уақыт енді таралған шығар. Бір кітапханаларға таралып жатыр деп естідім. Жалпы бұл жаңағы өзіңмен алып жүретін кітап қой негізі, нұсқау. Қай кезде керек, мысалы, Бхагавад-гитаны оқымайтындар білмеуі мүмкін. Оны оқыған адамдар біледі, олар өздерімен алып жүреді, оқып кәдімгідей. Қиыншылықтарға тап болса, мысалы Бхагавад-гитада айтылады: Матрас паршасту каунтия шитошна сукка дуккада агама пайна нитас тамситик шашва барата. Қыс пен жаздың ауысып отыратын сияқты, қайғы мен бақытта ауысып отырады дейді. Өткен істеген жамандықтарымыздың кесірінен, мысалы, қайғы бір жаманшылық келіп отырады алдымыздан. Жақсылық істесек, онда алдымызда бақыт. Жақсылығымыздардың салдарынан бақыт келіп отырады, сол азды көпті айтып ауысып отырады. Сондықтан оған еш қобалжымай, өз сабыр сақтау керек. Сабыр сақтау керек дейді. Сабыр сақтау. Тура санскриттің сөзін тура тауып айттыңыз. Соны айтылған. Ержан аға, осы индуизм адамды құтқарудың 3 жолын ұсынған деп айтады ғой. Соған түсініктеме берсеңіз. Енді ол мәңгі дін дейді, мәңгі жол дейді, мәңгі заң дейді. Мәңгі дін деген ол жаңағы санскрит тілінен аударсақ, санатана дхарма. Дхарма деген аудармасы дін. Санатана мәңгі. Варнашрама дхарма дейді, санатана дхарма дейді. Варнашрама деген енді кішкене осы дүниеге қатысты. Варна деген жаңағы адамның жаңағы 4 табы. Ашрама деген адамның 4 кезеңі өтетін. Оған тоқтала кететін болсақ, варна, мысалы, брамана, кшатрия, вайшя, шудра дейді. Брамана деген, мысалы, адам жаңағы Кришна Бхагавад-гитада айтады, мен адамдарды 4 таппен 4 кезеңге бөлдім дейді. Солай жараттым дейді. Жалпы бұл Құдай тағаланың жаратылысы ғой, бізді негізі осылай бөліп қойған. Біз жаңағы тегіннен тегін бір жұмыспен айналысып жүрген жоқпыз. Бұл Құдайдың бізге берген таланты. Браманаларға ол жаңағы ұстаздық, зерделік осындай талант берген. Басқаларды оқыту, жаңағы ғылыммен айналысу, осындай талант берген. Екінші тапта кшатрия. Кшатриялар жауынгерлер. Жауынгерлер деген олар қорғаушылар. Отанды қорғаушы, халықты қорғаушы, халықты басқарушы. Сол оларды кшатрия дейді. Жауынгерлер. Басшылар, үлкен басшылар. Жаңағы әскерде қызмет ететін жаңағы басшылар. Үшінші тапта жаңағы вайшя дейді. Вайшя деген жаңағы сауда-саттық емес, енді жаңағы өнім шығарушылар. Жаңағы жеміс, жидек, бұршақ тұқымдастар соларды егіп, өсіріп, соңғы жаңағы сиыр асырап, жаңағы сиырды қорғап, сиырдың жаңағы сүтімен емдеп, сүтімен жаңағы адам қоғамды тамақтандырып, соның бәрін жаңағы басымен істейтін адамды вайшя дейді. Төртінші тапта шудра дейді. Шудра деген жаңағы жұмысшы таптар. Олар енді жаңағы, олардың зерделері де жетпейді, ақылдары да жетпейді, ғалым болуға, халықты басқаруға жаңағы ондай батырды емес. Жаңағы өнім өндіретін оғанда басы жетпейді. Сондықтан енді олардың жаңағы оларды кішірейтіп жаңағы жамандап отырғаным емес. Ол жалпы өзінің кармасымен туған жалпы сондай халық. Олар өздерінің жұмысын істеп, сол жоғары таптарға жұмысын істеп, жалақысын алып, сонысына риза болса, соған рахмет. Сөйтіп ол бірте-бірте жаңағы эволюция бойынша олар да өседі біртіндеп. Келесі өмірінде жақсы, кішкене жақсырақ болып туады, сөйтіп. Сол осы 4 тапты ұстанса, жаңағы қоғамда кішкене не болады? Тәртіп болады. Ал қазір енді бәрі жаппай мектепке барады, бәрі жаппай университетке түседі, диплом алып алады. Содан кейін оның жаңағы нәтижесін өкінішке қарай көріп жүрміз. Немен бітіп жатқан? Қараңғылық, надандық. Сонымен адамдар жаңағы өз нелерін көрсетіп жатыр. Соның кесірінен жаңағы қоғамда жаңағы лаңкесшілік, жаңағы жемқорлық. Жаңағы мысалы университетте оқыған кезде жаңағы халыққа жақсылық келтірсем екен, халыққа жаңағы басқарсам екен деп ойласа жақсы ғой. Жаңағы жемқорлық, мынау кеденге тұрып алып жаңағы не алып отырсам, қалтамды толтырып отырсам, ана жерге отырып алып, мына жерде отырып алып жаңағы пара алып отырсам, сөйтіп өкінішке қарай сөйтіп армандап келген адам, ол қоғамды басқаратын адам емес, ол негізі 4-ші тапқа жататын негізі қара жұмысшылар. Ондай адамдар негізі ондай басқару жұмысын. Өз басын ойлайтын. Иә, өз басын ойлайтын. Ол негізі жұмысшы таптар. Сондай жұмысшы таптарды отырғызып қойсақ, сол парамен аяқталады, жемқорлықпен аяқталады. Жаңағы бір қарыннан қамын ойлайды. Ал
нағыз ақылды адам вайша кшатра жаңағы басқарушылар, олар бірінші ойлайтыны халықты қорғау, әділеттілік. Кшат деген жаңағы сондай аудармасы. Ол істелмесе, өкінішке орай, сол варнашрама деген өте ғылыми жаңағы Құдайдың берген, негізі бұл ілімі ойдан шығарған нәрсе емес. Одан бәрі қашып та құтылмаймыз. Қазір қоғамда қазір жасанды түрде бастады, мысалы басшылар бар, ғалымдар бар, басшылар бар, өнім өндірушілер бар, жұмысшылар бар. Оның бәрі қашып құтылмаймыз. Өйткені Құдайдың жаратылысы 4 тапқа бөліп қойған. Ал ашрам деген жаңағы 4 кезеңнен өтеді. Мысалы брамачария дейді, ол жаңағы оқушылық кезеңнен өтеді. Монах дейді. Келесі саты жаңағы грехаска, отбасы, үйленіп отбасы болады. Келесі саты ванапраста деген енді жаңағы бізде не дейміз ғой, жаңағы пенсия дейді, зейнеткерлік. Жаңағы дүниеви тіршіліктен бас тартады. 4-ші саты саньяса дейді. Саньяса деген дүниені тәрк етеді. Дүниені тәрк етіп, жаңағы бүкіл дүниесін шарлап, адамдарға олардың дін емес, жан екенін айтып, осы ғылымды үйретіп жүреді. Сол браманалар, олар варнадан алатын болсақ, браманалар олар жалпы білім береді. Халыққа дұрыс білім беру керек осындай. Сол варнашраманың мағынасы осы. Осы варнашраманы енді санатана дharmaға аударсақ, мәңгілік жаңағы Құдаймен байластырсақ, оны санатана дharma дейді. Санатана мәңгіліктен жаңағы Құдайды сүюге үйретеді. Құдайды сүйсек, сонда Құдайдың заңымен бәріміз өмір сүрсек, сонда жалпы проблема деген болмайды ғой. Өйткені бәрі бір Құдайдың баласымыз, бір Құдайдың еркесіміз, сөйтіп шығамыз. Сонда ешкім жаңағы тонамайды, ешкім бөлінбейді, эгоизм жаңағы бір қарынның қамын ойламайды. Өз отбасымды жаңағы тамақтандырсам, өз отбасымды жаңағы нетсем, пара алу, жемқорлық деген мәселелер осыдан шешіледі. Басқа жол жоқ. Қанша заң шығарсаң да ол адамдар бәрібір қайтпайды одан. Қазіргі адамдар сөйтіп туып отыр ғой. Бестен түскен беті сондай бір. Өз қалтасын ойлап, өзін ғана ойлап, өз қара басын қамын ойлап, сондай өкінішке орай, сондай сөйтіп, сондай тәрбиемен, сондай менталитетпен туып жатыр өкінішке орай жастар. Жақсы. Енді Ержан мырза, индуизм үшін Махабхаратта және Рамаяна эпостар қасиетті аңыздар жинағы болып есептелінеді екен. Сонда әңгімелеп берсеңіз. Рамаяна деген ол 2 миллион жыл бұрын Тәңір Рамачандра жер бетінде түсіп, өз ойындарын көрсеткен, сол кезде солның хикаялар жазылған. Енді Рамаянаны алсақ, ол енді біздің қысқаша СССР тарихы, Қазақстан тарихы, дүниежүзілік тарихы деген қысқаша тарихтар емес. Рамаяна деген үлкен, ол жалпы ол болған нәрсе ғой, соның хақиқаттар бәрі сол кітапқа түсірілген. Енді оның ойындары өте үлкен. Оны Рамаянаны тыңдау үшін, ол үшін бізге 1001 түн керек. Енді жалпы кішкене қысқаша айтып кетсеңіз. Рамаянаның мақсаты Рамачандраның атымен айтылған. Жер бетіне бұл енді бір-бірімен байланысып жатыр. Махабхарата. Мысалы бір хикаяда бір үлкен хикая тарихта айтып өтсеңіз, соның адамдары бар, жауынгерлер, соның қайраткерлері бар. Солардың алатын болсақ, ол өткен өмірінде былай істеген, соның салдарынан қазір ол былай осындай болып жатыр. Мысалы өмірінде адамдардың бір жаманшылықтар болып қалады, жақсылықтар болып қалады, соны кармамен байланыстырады. Өткен өмірінде мысалы былай істеген, соның кесірінен осылай болған. Мысалы бір қысқаша бір хикаясын айтып өтейін. Бір күні бір саньяс енді дүниені тәрк еткен. Сол бір күні бір үйге келіп басын сұқса, бір әйел оған жала жабады, мені зорлап жатыр деп. Содан кейін оның ол қалай болды деп, кейін бір данышпан көріп келдігі бар. Сол бұл қалай бостан босқа жалау жауып жатыр деп айтса, өткен өмірінде, өткен өмірін көреді, сөйтсе бұл өткен өмірінде бір байланысты болған нәрсе екен. Бір данышпан отырады бір үйде, жалпы өз лашығында. Сол отырса, бір сиыр жүгіріп келе жатады. Сиыр қашып келе жатады, оның артынан сиырды бауыздап өлтірмекші болған адамдар жүгіріп келе жатады, қанішерлер. Сөйтіп келе жатса, енді анау данышпан өзінше ойлап, мен енді адалмын ғой, өтірік айтпаймын. Сондықтан мен шындықты айтуым керек. Шындықты айтуым керек дейді де, сиыр жүгіріп кеткен жақты көрсетеді. Сол қолмен көрсетеді. Содан кейін олар баратса, сиырды
өлтіреді, сояды. Ол енді келесі өміріне қалай келеді? Келесі өмірінде жаңағы сиыр әйел болып туады. Жаңағы данышпан саньяси болып туады. Данышпан кім болып туылады? Данышпан саньяси болып туады. Оны өлтірген адам жаңағы адамның әйелдің күйеуі болып туады ғой деймін. Жалпы енді ұқсас хикая, бәрі есімде жоқ. Сол туған кезде әйел өз күйеуін өлтіріп тастайды. Өз күйеуін өлтіріп тастайды. Әйелі кішкене бір қыдыра ма, содан күйеуін біліп қоя ма, содан күйеуін өлтіреді. Күйеуін өлтірген кезде жаңағы саньяси, енді жаңағы дүниені тәрк еткен адам. Сол келіп жаңағы уағыз жүргізіп, жаңағы садақа сұрап келсе, жаңағы әйел жала жабады, мынау менің күйеуімді өлтіріп, мені зорлайын деп жатыр деп. Содан кейін соны сөйтіп жала жапқаннан кейін соны алады да жаңағы саньясидің қолын, саньяси енді әулие адам ғой, оны өлтіруге болмайды. Енді не істейміз дейді да, енді заң бойынша оның қолын кесуге болады, қолын шауып тастайды. Соны енді жаңағы көріп келгеріп, бұл қалай болды деп жаңағы өмірлерін қараса, жаңағы саньясимыз өткен өмірде данышпаны жаңағы сиырды көрсеткен. Ал анау сиыр ол әйел. Ол сиырды бауыздаған анау қанішер, ана кімнің күйеуі болып келеді, әйелдің. Сонда осы өмірінде бәрі өз жазаларын тауып жатыр. Сондықтан негізі өз өмірімізде кейде бір жаманшылықтар болып қалса, негізі кейімеу керек екен. Оны өткен өмірінде істеген бір жамандығым сол басынан өтіп жатыр, тезірек өтсін, кетсін деп сөйтіп жаңағы уайымдамай қабылдау керек екен. Енді бұны қарапайым қараңғы халықтың түсіне қою қиын. Негізінде бұл карма бойынша келетін нәрселер. Жақсы. Ал енді Махабхарата келетін болсақ, Махабхарата үлкен жазба. Жер бетіне 100 мың өлеңі берілген. Періштелерге 400 мың өлеңі берілген. Періштелерден де жоғары миллиондаған өлең берілген. 4 миллион өлең ба, сондай берілген. Өте үлкен жалпы ғалами тарих қой. Ғаламда жаңа болған негізгі жаңа бастапқы Құдай тағаламен байланысты, негізгі басшылармен байланысты, жаңа жерде болған үлкен хикаялармен байланысты. Жаңа жай тарих хикая емес, кәдімгі адамға өнеге көрсететін соларды жазылған. Маха деген енді ұлы, Бхарата деген жаңағы Бхарата деген патшаның атымен аталып кеткен бір ерекше патша болған кезінде. Сол патша осы жер бетін басқарған. Осы жер бетін сол патшаның атымен құрметтеп Бхарата деп атап кеткен. Сол жаңа жер бетінің хикаясы. Енді жалпы Махабхарата жалғыз жер бетінің хикаясы емес, бүкіл ғаламның хикаясы. Бұл жерде анау Грекияда андайын болды, анау жерде жаңағы Моңғол Шыңғыс хан ана жерді басып алды деген сияқты жаңағы осы жер бетінің нелер емес. Ол жаңағы мыңдаған басқа ғаламшарлар, планеталардың соның бәрі ішінде бар хикаясы. Бәрі болмаса да, сол жақын нелер бар. Солар жазылған. Түсінікті. Сол Махабхаратаның енді оның өте ұлы хикая, ұлы ілім. Жаңа 300-дегі Веда мысалы Шрути дейді, жаңа тыңдау арқылы білсең, Махабхаратаны Смрити дейді. Бұл жаңа хикаяларды есте сақтау арқылы сол арқылы білім аласың. Хикаялар арқылы. Оның хикаяларының үлкен хикаялар болады, соның ішінде жаңағы адамға өнеге аларлықтай. Соның ішінде соның айналып келген кезде соның қаймағы Бхагавад-гита. Жаңа Бхагавад-гита айтылған жер. Сол Бхагавад-гитаны біз қазақ тіліне аудардық, 1000 бет кітабымыз бар. Өзім аудардым, жаңа ағылшын тілінен қазақшаладым. Сол енді қазақ оқырмандары сол жаңа Махабхаратаның қаймағын сол Бхагавад-гитаны оқи алады. Өте әдемі шықты, сырты бәрі. Іші де әдемі, сырты да әдемі. Сол Бхагавад-гитада жаңағы соның мәні Махабхаратаның жанның мәңгі екені, тәннің андай екені, Құдай тағаланың кім екені, фәни табиғаттың не екені, олардың арасында қандай байланысы бар, қандай біздің адамның бойында қандай қасиеттер бар, қандай тәңіри қасиеттер бар, қандай әжәжілдік қасиеттер бар. Осының бәрі тізіліп, соның жаңағы Бхагавад-гитада 3 гуна туралы айтылады. 3 гуна деген 3 жіп дейді. Кез келген тіршілік жаңағы 3 жіппен байланып жатыр. Ол жаңағы ізгілік, құмарлық, надандық. Ізгілік деген жоғары жаңағы тазалық, бақыт. Құмарлық деген жаңағы айтсым екен, бүйтсем екен, қолым жеткізсем екен жаңағы адам талпынып бір жағынан жаңағы енді бұл ізгіліктен кішкене ізгілік сияқты таза емес жаңағы
пайдақорлық ішінде бәрі бар. Надандық деген ол жаңағы надан адамдардың қасиеттері, жаңағы жамандық, жаманшылық жасау, жаңағы хайуанның қасиеттері, осылар. Енді бәрі осымен үшеуімен байланысып жатыр. Сондықтан оның ішінде мысалы ізгілік қасиеттерін көрсетеді, соған қарап біз жаңағы ізгілік қасиеттерін дамыта аламыз бойымызда, өрбіте аламыз. Құмарлықтың не екенін көрсетіп тұрады, жаңағы тым жаңағы нәпсіге беріліп, жаңағы мысалы әйелдердің соңынан жүгіріп деген сияқты бір қазір мынау бір ағалардың істеп жүргендері бар. Сол құмарлық конасына жатады. Надандық деген ол жаңағы ұйықтау, депрессия, жаңағы жылау, өсек жала, жаңағы өткенді айтып күңкілдей беру, сондай бір жаман қасиеттер, жала жабу деген сияқты. Осылар өкіну, адам ішінен уайым қайғы, үнемі уайым қайғыға салыну, асан қайғы дейді ғой. Сол қасиеттер жаңағы надандыққа жатады. Осыларды біз көрсек, кәдімгідей сыртынан көреміз да, ой, надандық конасында екенмін, мен уайымдамай беруім керек, мен бақытты болуым керек, көңілді жүруім керек, жақсылық қылуым керек, таза жүруім керек, киім, денем бәрі таза жүру керек, ойым да таза жүру керек. Жалпы ішкі дінім де таза жүру керек. Бақытты болу керек, баршаға жақсылық тілеу керек. Осы Бхагавад-гита жалпы адамды өстіп тазартып шығарады. Оқысақ. Осының бәрі Бхагавад-гитада ғылыми тілмен жазылған. Тәптіштеп айтылған. Оның ішінде не жоқ, мына дінге беріл, мынандай істе, жаңағы кәпір боласың, андай өлесің, дозаққа барасың деген бос сөздер жоқ. Ішінде таза білім. Білім береді, адамның өсу үшін соған арналған білім. Сондықтан ол білім, мысалы, жан мәңгі дейді, дене уақытша дейді, қартаяды, өледі дейді. Ол мысалы бәленбай ұлт, бәленбай діннің мүшелері ғана өлмейді, ол бәріне қатысты. Сондықтан ол Бхагавад-гита бүкіл дүниежүзіне барша тірі жанға арналған білім. Ақылы бар адамдар оның білімін алып, өздерінің жаңағы бақыты үшін, отбасы үшін, халқының бақыты үшін соны пайдалану шарт. Жақсы, рахмет. Енді Ержан мырза, осы дүние жүзінде 1 миллиардтан астам адам осы индуизм дінін ұстанады екен. 1 миллиардтан астам адам индуизмден ұстанады. Сол жалпы тағы басқа қандай елдерде? Осы Үндістанда дейді, Непалда дейді. Жалпы Бангладеш, Пакистан, Индиядан бөлініп кеткен Индия ғой. Кішкене бір басқа діннің несімен сол әйтеуір бір қырқысып, сонымен әйтеуір бөліп жарып жатыр ғой, өкінішке орай. Одан бұрын мысалы Иран мысалы жақын. Түбінде айналып келсең, енді жалпы бүкіл дүниежүзі Индия деп атқан жоқ, енді жалпы Индия емес, бүкіл жер беті Барата барша деп аталған ғой. Бір веда ілімін ұстанған, барлық барша ол кезде жаңағы ұлтқа бөліну, дінге бөліну деген ондай нәрсе болмаған, негізі веда уақытында бәрінде жаңағы бір не болған, бір ілім, бір жаңағы тату-тату өмір сүрген. Мынау қазіргі Кали-юга дәуірі дейді, мысалы 4 дәуірге бөлінеді осы жер бетіндегі. Бұл жаңағы 4 кезең сияқты, жаңағы қыс, жаз, көктем, күз сияқты. Оның жаңағы көктемін алатын болсақ, жаңағы жайқалып, гүлденіп шығатын кез, ол жаңағы Сатья-юга. Ол кезде адамдар 100 миллион жыл өмір сүреді Сатья-югада. Олар кемендікке жаңағы медитация арқылы жетеді.